Армысыз YouTube көрермен. Әлем ғалымдарының зерттеуіне сүйенсек, ең ұзақ өмір сүретіндер әрі денсаулығы мықты болатындар жапондықтар екен. Оның құпиясы денсаулығына жасаған мына әдісте дейді. Жапония халқы таңертеңнен оянғаннан кейін бірден су ішетін көрінеді. Су көптеген ауруларға ем болатынын білеміз. Сөйтіп, біз де таңертең су ішеміз. Бірақ бұны бұлжытпай орындайтындар да өте аз. Өздеріңізге мәлім, су бас ауруларын, жүрек проблемаларын, бронхит, ас қорытуды және басқа ауруларды емдейтін сиқырлы күш. Бірақ жапондықтар тек су ішіп қана қоймайды, міндетті түрде мына 3 затты қосады екен. Біріншісі лимон қосылған су. С дәрумені мен калий элементінің қайнар көзі болып табылатын лимон мыңдаған дертке дауа. Нақтырақ айтқанда, иммундық жүйені нығайтады, жүйке жүйесін тыныштандырады, қан қысымын реттейді, ағзаның қышқылдығын қалпына келтіреді, зат алмасуды жақсартады, асқазан, ас қорыту жолдарының жұмысын дұрыстайды, несеп айдайды, теріні тазартады, әжімнің алдын алады, қара дақты кетіреді және де қандағы улы затты шығарады. Екінші, сарымсақ қосылған су. С және Б6 дәрумені мен марганец, селен, мыс, кальций, калий, фосфор элементіне бай сарымсақ көптеген дертке дауа. Әсіресе ағзаны бактерия мен вирустардан қорғайды, жүректің жұмысын жақсартады, қан тамырларын тазалайды, қанды сұйылтады, беттегі әжімді, бөртпені кетіреді. Ал сарымсақ қосылған су суық тию, тұмау, бронхит, мұрыннан су ағу, тамақ ауруларын емдейді, иммунитетті көтереді, ағзадағы артық холестеринді шығарады, қан қысымын реттейді, онкологиялық аурулардың алдын алады. Дайындау әдісі. 1-2 тіс сарымсақты қабығынан тазалап, езіп аламыз. Сосын емаль ыдысқа саламыз. Оған 4-5 тамшы зәйтүн майы мен 1 стакан су құйып, отқа қоямыз. 50 градуста қайнатамыз. Осыдан соң 2-3 тілік лимонның шырынын қосып, 15-20 минут бетін жауып қоямыз. Белгіленген уақыттан соң дайын болған емдік сусынды теңдей етіп 2-ге бөліп ішесіз. Бұл сусынды кімге ішуге болмайды? Аллергиясы барларға, асқазанда жара болса, ас қорыту жолдары бұзылса, сарымсақ қосылған су ішпеңіз. Үшінші су – бал қосылған су. Балдың емдік қасиетін айтпаса да бәріміз білеміз. Ал бал қосылған су ішудің өзіндік ережесі бар. Бұл емдік сусынды тамақтанудан 30 минут бұрын ішесіз. Мейлінше ішетін кезде дайындау керек. Алдын ала дайындап қойып, тоңазытқышқа сақтауға болмайды. Ондай жағдайда құнарын жоғалтады. Бал қосылған суды таңертең аш қарынға немесе түнде ұйқыға жатар алдында ішуге болады. Өйткені бал ұйқы шақыратын қасиетке ие. 30 грамм балды 1 стакан жылы 36-37 градустағы суға араластырып, ем ретінде ішесіз. Сонда қан қысымы реттеледі, жүйке жүйесі тынышталады, ағза дәрумен мен минералды затқа бай болады. Ағзаны қуаттандырып, жұмысқа қабілетті ашады. Метаболизмді дұрыстайды. Асқазан ішек жолдарын жақсартады. Ағзаны токсиннен, бос радикалдардан тазалайды. Суыққа қарсы күреседі. Бас ауруын қойдырады. Міне, 1 стакан судың өзі 1000 түрлі дертке дауа екенін көздеріңіз жеткен болады. Ендеше, ерінбей ем ретінде қабылдауға асығайық. Ақпарат сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Пайдалы болған болса, каналға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар және де комментарий қалдырыңыздар.